Бір заманда Қаратау маңындағы жазық далада жыландардың үлкен ордасы өмір сүріпті. Жыландар бұл жерде бейбіт өмір сүріп, өздерінің патшалары Ақбас ханның басшылығымен өмірдің сырын іздеп, табиғаттың бір бөлшегі ретінде тіршілік еткен екен. Олардың арасында тәртіп қатаң болып, өз заңдары бойынша өмір сүрген. Бір күні аспан қара бұлтпен торланып, нөсер жауын жауып, далада апат болатындай көрінеді. Сол кезде орданың ең дана жыланы Қарақұрт абыз көктен белгі көріп, уақыт жетті. Бұл жерден көшуіміз керек, әйтпесе бәріміз апатқа ұшыраймыз, дейді. Жыландар ордасының патшасы Ақбас хан бұл хабарды естіп, барлық жыландарды жинайды да, біз бабаларымыздан қалған қасиетті жерімізді тастап кетеміз бе? Бірақ табиғаттың да өз заңы бар. Егер біз бұл белгіні елемесек, ұрпақтарымызға қауіп төнеді. Көшуге дайын болыңдар, деп жар салады. Ертеңінде күн шыққанда мыңдаған жылан ордасымен бір бағытқа қарай көше бастайды. Олардың көшуі бейне бір тірі өзен секілді бүкіл дала арқылы созылады. Жолда оларды түрлі қауіптер күтіп тұрды. Құстардан, аштықтан, шөлден сақтану үшін әр жылан бірігіп, өзара көмектесті. Содан бері табиғаттағы барлық жыландар бір-біріне көмектесіп, өмір сүруді қасиетті борыш санайды деген сенім бар. Жыландардың көшуі бірлік пен табиғат заңдарын құрметтеудің көрінісі ретінде ұрпақтан ұрпаққа айтылып келген. Осы видеоға лайк басып жылан жайлы ойыңды жазып кет, және достарына таратуды ұмытпа.